Маркетолог. Маркетолог бұл міндеттеріне сатып алушылардың қалауын зерделеу және өзі жұмыс істейтін компанияның айналым деңгейінің жоғарылауы кіретін маман. Жарнамаланатын өнімнің сатылу деңгейі мен сатысы осы маманға байланысты, өйткені ол тұтынушының пікірін өндірушіге жеткізеді. Ал жалпы маркетинг термині ағылшынша маркет, яғни нарық сөзінен шыққан, және дәл мағынасы нарықпен байланыста кәсіпкерлік әрекетті білдіреді. Тарихы. Маркетинг маманданудың дербес түрі ретінде жақында пайда болды. Бастапқыда маркетинг білімнің жеке саласы болған жоқ, бірақ уақыт өте келе ол тез дамыды және 1902 жылы ақш университеттерінде алғаш рет маркетинг туралы дәрістер оқи басталынды. 1926 жылы дәл сол штаттарда алғашқы маркетингтік қауымдастық пайда болды. Кейіннен осындай бірлестіктер Еуропа мен әлемнің басқа бөліктеріне тарала бастады. КСРО-да алғашқы маркетинг палатасы 1907 жылы жарық көрді. Маркетологқа қойылатын талаптар. Жақсы дамыған талдау, қатынас жасау біліктілігі, ойлау қабілетінің жоғарғы дәрежесі, әлдеқандай жағдайларда дұрыс шешімді таба алу. Маркетологқа қажет қасиеттер. Креативтік, мақсатқа жету қабілеттілігі, талаптылық, жауапкершілік, ұйымдастыру жұмысын жоспарлау қабілеттілігі, біліктілік, өзіне сенімділік, жетістікке ұмтылу қабілеті. Маркетологтың жұмысындағы жағымды аспектілер. Сұранысқа ие мамандық, мансапқа мүмкіндіктер мол. Жалақы көбінесе маманның жұмыс қабілеттілігі мен шығармашылығына байланысты. Икемді кесте. Кәсіптің рейтингі. Сұраныс 95%, жалақы төлеу 80%, бәсекелестік 80%, жұмысқа орналасу кедергісі 85%, кәсіптің болашағы 95%. Қорыта келе, маркетолог тауарға деген сұраныс пен ұсынысты зерттеп, онымен қатар бизнестің табыстылығын арттыру мақсатында арнайы шаралар ұйымдастыратын маман.